Ораза өте қасиетті ай, жанымызды да, тәнімізді де сауықтыратын. Алайда ораза кезінде көпшілік адамдар пайдасын көрудің орнына керісінше зиян шегіп қалып жатады. Ол дұрыс тамақтанбаудың әсерінен. Оразадан кейін керісінше артық салмақ жинап аламыз, және де асқазан ішек жолдарымыздың ауруларын өзімізге тілеп аламыз, жасап аламыз да қолдан. Оның барлығы дұрыс тамақтанбаудың әсерінен. Ханымдар, Алла тағала бізге оразаны бекерге парыз еткен жоқ, бізге зиянын көрсін деп емес, наоборот, пайдасын көрсін деп. Алайда оразаның пайдасын тек қана дұрыс тамақтанған адамдар ғана көре алады. Таңертең сәресіге тояттана тамақтанып, кешкісін ауызашарда тағы да тояттана аузын ашып алып, солай 30 күн бойы дұрыс тамақтанбай ораза ұстанатын адамдарда әлбетте денсаулықтарында кейін кінәраттар пайда болып жатады. Ханымдар, мен доктор Айжана, ашығу экспертімін, 9 жылдық медициналық білімім бар. Мен өзімнің ашығып арықтау курсымда осы оразаны қалай дұрыс ұстану керек, оразаның қалай максималды денсаулығымызға пайдасын көреміз, осы туралы өте керемет етіп айтып кеттім. Толық ақпарат білгіңіз келсе, сол ақпаратты көргіңіз келсе, төменге ашығу деп жазып кетіңіз.